Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаратылыстану пәні 3-ші сынып. Оқушылар, бүгін сіздер ас қайда қорытылады тақырыбымен танысатын боласыздар. Балалар, бүгін сіздер адамның ішкі ағзаларының орналасуын білетін боласыздар және ас қорыту жүйесінің қалай жұмыс істейтінін түсінетін боласыздар. Бүгінгі сабақ барысында қолданылатын тірек сөз ас қорыту. Оқушылар, Негеш пен Эврика мектептің қабырға газетіне дұрыс тамақтану туралы мақала жазып отыр. Олардың сұхбатқа арнап дайындаған сұрақтарына жауап беріп көріңіздер. Тамақтану туралы өздеріңіз қандай сұрақтар қояр едіңіздер? Ас қорыту қайдан басталады? Тіс не үшін қажет? Ас қорыту кезінде тіл қандай қызмет атқарады? Шайнағанда тамақ қандай өзгеріске түседі? Оқушылар, мұқият тыңдайық. Қорытылу барысында ас ағзаға сіңуге ыңғайланып, ұсақ бөліктерге ыдырайды. Осы үдеріс ас қорыту деп аталады. Ол ауыз қуысында басталады. Ауызда ас ұсақталып, сілекей мен ылғалданып араласады. Ал тіл оның дәмін сезуге көмектеседі. Адам тіршілігінде тамақтану қандай орын алады? Адам тамақтанбай ұзақ уақыт жүре ала ма? Ас адамның арқауы демекші, денсаулықтың жақсы болуы адамның дұрыс тамақтануына тікелей байланысты. Дұрыс тамақтану әсіресе балалар үшін де өте қажет. Дұрыс тамақтану адамның қанын толтырып, күшін арттырады. Қаны толық, күші мол адам ыстыққа да, суыққа да шыдамды болады. Таңғы, түскі, кешкі асты күнде бір мезгілде ішкен абзал. Күніне 4 рет тамақтанса тіпті жақсы. Адам тамақтанбай ұзақ уақыт жүре алмайды. Өйткені адамның денсаулығына кері әсерін тигізеді. Балалар, назарымызды суретке аударайық. Ас қорыту жүйесі. Балалар, ас қорыту жүйесі бірінші ауыз қуысынан басталады. Яғни асты тіс арқылы ұсақтаймыз. Ауызда ас ұсақталып, сілекеймен ылғалданып араласады. Тіл астың дәмін сезуге көмектеседі. Келесі кезеңде ас өңеш арқылы асқазанға түседі. Ауыз қуысындағы асты жұтқыншақ арқылы жұтамыз. Өңеш арқылы асқазанға түседі. Ас асқазан сөлмен араласып, ботқаға айналады. Яғни сұйық ботқаға айналады. Одан әрі ас қорыту аш ішекте жалғасатын болады. Аш ішектің қабырғалары арқылы құнарлы заттар қанға өтеді. Одан ары қарай тоқ ішекте су сіңіріледі. Қалған тығыз қалдықтар тікшек арқылы сыртқа шығарылатын болады. Балалар, сіздерге тапсырма. Экранда көрсетілген кестедегі ас қорыту кезеңдерінің дұрыс ретін қойып шығыңыздар. Оқушылар, сіздер тапсырманы өте жақсы орындады деген сенімдемін. Дегенмен де экрандағы дұрыс жауапқа қарай отырып, өздеріңіз қаншалықты жауап бергендеріңізді тексерулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Оқушылар, назарымызды суретке аударайық. Модель жаса. Ас қорыту қандай кезеңдерден тұрады? Суретке мұқият қарай отырып, ас қорыту кезеңдерінің моделін жасап көріңіздер. Сен білесің бе, тамақты асықпай, мұқият шайнау арқылы ас қорытуды жеңілдетуге болады. Дұрыс шайналмаған ас асқазанда ұзақ уақыт тұрып қалады. Балалар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.